Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Қазіргі уақытта трендте болып жатқан чипсидан салат дайындап көрдіңіз бе? Егер де дайындамасаңыздар, жасап көруге кеңес беремін. Жалпы дәмі маған да, үйдегілерге де ұнады. Бір жасап жеп көргенге болады. Ол үшін кез келген чипсиді алып, осылай ішін кішкене езіп, қолдарыңызбен майдалап аласыздар. Жалпы бұл салатты көбісі радуга салатына ұқсатып жатады. Енді кез келген нәрсемен алмастырып жасай берсеңіздер болады. Икра немесе тауықтың қайнатылған етін қосып жасасаңыздар да болады. Үйіңізде қандай зат бар, соны қосып жасасаңыз да салат керемет болып шығатын болады. Мен осылай кубиктап туралған огурцы және де колбасаны қостым, помидор және қайнатылған жұмыртқаны қосып, және тұз қосуды ұмытып кетпеңіздер. Кішкене шым-шым тұз қосасыздар және майонез қосып аламыз. Егер де кетчупты сүйсініп қолданатын болсаңыз, оны да қоссаңыздар болады. Салатыңызға ерекше дәм беретін болады. Мен тек қана майонезді қосып жасадым. Ол да әдемі керемет болып шықты. Бір жасап жеп көріңіздер. Жалпы барлығына ұнайтынына сенімдімін. Біздің үйдегілердің барлығына ұнады. Жақсы деген баға берді. Өзіме де ұнады. Керемет болып шықты. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Парақшам пайдалы. Тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видео рецепттермен бөлісіп отырамын. Және қоңырауша белгісінде басып кетіңіздер. Сонда жаңа видео рецепттерім шықса, алғашқылардан болып көретін боласыздар.